Мәңгүрттер түркі кезеңінде жуан-жуандардың, яғни қарақытайлардың тұтқынға жасаған әрекетінің салдарынан пенденің өз есінен айырылғаннан кейінгі аты. Мәңгүрттер қорлық-зорлық атаулының бәрін көріп, миына жазылмастай зақым келген, қай елден шыққанын, кімнен туғанын білмейтін, тек кеудесінде жаны бар, ішіп-жеуге, қара дүрсін жұмыстарды атқаруға ғана қабілетті болып келеді. Олар тіпті алыс пен жақынды ажырата алмайды, жадында еш нәрсені сақтай алмайды. Найман ана туралы тарихта болған оқиғаны естулеріңіз бар ма? Найман ана әңгімесі Шыңғыс Айтматовтың ғасырдан да ұзақ күн романынан үзінді болып табылады. Онда тұтқынға түскен әрбір адамның шашын тықырлап алып, түйенің жүнінен кепеш атты бас киім кигізетін болған. Кепеш деген адамды сана сезімнен айыру үшін түйенің жүнінен жасалған бас киім. Кепешті кигізгеннен кейін қарақытайлар тұтқынды 5 күн ассыз сусыз шөл далада қалдырған. Шаш 5 күнде 5 миллиметрге өседі. Ал бұл миды зақымдауға жеткілікті мөлшер. Мәңгүрттену кезеңі өткеннен кейін тірі қалған адам мәңгүртке айналатын болған. Мәңгүрт қожайыны не қаласа соны істейді. Себебі мәңгүртте тек бір қорқыныш бар. Ол кепешті шешсең, өлесің деген қожайындарының сөзі. Наймандар өздерінің қарақытайларға тұтқын болып түскен туысқандары немесе достарын салық төлеу арқылы алмаған. Себебі олар мәңгүрттің ешқашан өзгермейтінін білген. Шыңғыс Айтматовтың сипаттамасындағы мәңгүрттер. Шыңғыс Айтматовтың айтуынша, мәңгүрттер тек иә немесе жоқ деп жауап бере алады. Оларға қожайынның сөзінен басқа сөз маңызды емес. Себебі мәңгүрттерге адамдардың дауысы мен шегірткенің дауысы бірдей. Олар тек өмір сүру жайлы ойлайды. Найман ана әңгімесінде Дөненбайдың ұлы Жоламан мәңгүртке айналады. Ал Найман ана өз ұлын тауып, өз үйіне қайтармақшы болады. Дегенмен Жоламан өз анасын танымағандықтан өз еліне бармайды. Және өз қожайындары ол сенің басындағы кепешті шешуге келді. Келесіде тағы келсе мына садақпен атып өлтір дейді. Құрметті тыңдарман, Шыңғыс Айтматовтың Боранды бекет, ғасырдан да ұзақ күн романының аудиокітап түріне сұраныстарыңыз болса, келесі сандарда шығаратын боламыз. Комментарий бөліміне пікір қалдыруды ұмытпаңыз.